Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өзінің тәрбиесі жоқ болса да балаға бірдеңе үйреткісі келеді. Қазақтың салт дәстүрі бәрі ұмытылып барады ғой біздің. Рухани иммунитет жинамайтын болса, қай вирусқа жақын, соның артынан кетеді. Пенсияға шыққан кезде бірден қарттар үйіне өткіземіз. Әулиенің өзі әулиеден сұрап отыр ғой. Адам екі денеден тұрады, бірі матери, бірі рухани денеден тұрады. Мешіт деген бұл Алланың үйі ғой. Баланы қалай апарамыз, онда не істейміз? Басқа мемлекеттерде бұндай жоқ. Ішің толған жын болса, айтқан сөзің ем емес. Зере әжеміз дейді, құнанбайды дәретсіз еміз беген дейді. Бір зат түсінгеннің өзі қаншама пайдасы бар. Басында қалады ғой, сезінеді. Өсекші әйелдерді кіргізбеген. Әлде айтқан өзі жаңағы Алланы таныту ғой. Дәстүріміз жоғалып келе жатқан сияқты ғой. Ол бесік жырын әулиелер жазған. Қайырлы күн, құрметті оқырмандастарым, мені тыңдаушы қауым, қазақ елі, барлығы енді YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі енді біз тағы да жиналдық, бір өте маңызды сұрақтардың бірін қозғайық деп жатырмыз. Әулие жерлердің бала тәрбиесіндегі қандай маңызы бар екенін, соны бір өрбітіп, ол әңгімені тәрбие ретінде ата-ананың өз жанұясында қалай баланы қасиетті жерлермен қазақи нақышта тәрбиелеу мақсатында бүгін жиналдық. Сол тақырыпта әңгімелесеміз. Менің есімім Жанна Слямова. 2 жыл болды қасиетті жерлерге кісілерді апаратын адамын мен. Бүгін енді осы студияға келген Гаухар ана, әулиенің шырақшысы, Укаш ата әулиенің шырақшысы, Райымбек батырдың шырақшысы келіп тұр. Сол кісілерден сұрап, сол кісілерден әулиелердің қандай болғанын білсек екен деймін. Ар жағында сіздер өздеріңіз көмектесіп сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Келесі жолы басқа сұхбаттарда да бұл әңгімені өрбітеміз. Енді не деймін, қош келіпсіздер. Сонау жақтан, Түркістаннан, Алматыдан ұшып әдейі осы бір өзімдік үлесімді қосайыншы осы тақырыпқа, кішкентай адамдардың көзін ашайыншы деп келген ниеттеріңізге көптен көп рахмет. Өздеріңізді халыққа таныстырып кетсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум қазақ елі, рахмет Жанна Қабдешқызы. Біз енді Аллаға шүкір бірінші емес, бұл енді екінші мәрте бас қосып отырмыз осындай жерде. Біз енді қасиетті киелі Түркістаннан ат басын бұрып келдік. Аллаға шүкір, рахмет шақырғандарыңызға. Осылай халыққа насихат есебінде өзіміздің азды көпті білгенімізді елге айтсақ, одан қазақ елі осыдан үлгі алып жатса, кішкентай болса иненің жасуындай, ол біз үшін үлкен жақсылық. Сондықтан мен есімім Жанатбек болады, Түркістан қаласынан келдік. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың қызы Гаухар ананың басында отырамыз, шырақшы болып, сол жерде қызмет қыламыз. Сол себептен рахмет сіздерге көп шақырғандарыңызға. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдармандар. Енді біз мына Астана қаласына бірінші рет емес келіп жатқанымыз, алдында тағы бір подкастымыз болған. Енді біз сол қасиетті Түркістан, бүкіл түркілердің қара шаңырағы, қасиетті мына қазақтың 21 ханы жатқан, би сұлтандары жатқан, сол қазақтың жаны осы Түркістан қаласындамыз. Соның ар жағында Әзіреті Қаратау әулиен кенет дейді, Укаш ата деген пайғамбарымыздың арқасында мөрін сүйген сахаба бар. Міне сол сахабаның басында сол шырақшылық қызметтеміз. Сол мына Жанна Қабдешқызымен сұхбатқа келіп қалдық. Сол Укаш ата бабамыздың басында сол шырақшылық қызметтеміз. Есімім сол Сапарғали болыс болады. Ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі. Біз мына Жетісу өңіріндегі төрінде жатқан Райымбек бабамыздың кесенесінде қызмет қыламыз. Шырақшылық және де жетекшілік қызметін атқарып жатырмыз осы таңда. Сіз шақырғаныңызға көп рахмет. Барын білетінімізді, естігенімізді, түйгенімізді бөлісіп отырамыз. Жетісу өңірінде Райымбек батыр бабамыздың кесенесінде сол қызмет атқарамыз. Сол Райымбек атамыздың ұрпағы болып келемін. Сол жерде қазіргі таңда жетекшілік
қызметін атқарып жатырмыз. Керемет, өте керемет. Бүгін енді біз Райымбек батырдың ұрпағымен сөйлесеміз. Бұл деген вообще біз үшін мәртебе үлкен. Негізі бүгін жиналған тақырыптың өзі көп адамдардың сұрауы бойынша жиналдық. Көп адамдардың іштей жүрген сұрақтарына жауап берейік деп жиналған адамдарымыз бүгін. Қандай тәрбие жолында бала шағамызға, ұрпағымызға қандай өзінің жақсылығы бар? Әулиелерді білу, тану. Жалпы адамның екі денесі болады. Біреуі рухани, екіншісі матери. Сол екі денесіне, мысалға матери денесі адамға қиын жағдайға тап болса, ауырса, иммунитет түссе, ол әлбетте жаңағы дәрігерге барады, врачқа барады. Ол дәрігер диагноз қояды да, сол бойынша жаңағы ем-домын жасайды. Мысалға витаминдер береді, осындай нәрсені жасау керек, или осы жаққа барып жату керексіз, немесе санаторияға барады деген сияқты, иммунитетін көтереді. Сол сияқты рухани дене бар. Ол рухани денеде әлсірейді адамда. Жаңағыдай рухани дененде күші жойылады. Рухани дене күші жойылған кезде адам сондай депрессияға түседі. Сосын жаңағы сондай неше түрлі айтып өтті ғой, суицидқа барады. Іштей қынжылып. Одан кейін жаңағыдай бәрін тастайды. Қиындық келген кезде, басына қиындық келген кезде ішіп кетеді, мысалға наркоман болып кетеді, немесе ойын бәрін тастап, семьясын тастап кетеді. Қаншама проблемалар бар. Қазіргі заманда бұл нағыз проблеманың бас. Сол проблемаға төтеп беретін иммунитет керек. Ол иммунитет не нәрсе? Ол Құдайдың нұры. Адам жаңағы рух айттық қой, жаңағы адам мысалға тамақ бермесең матери денеге, адам әлсірейді, ауру болады. Дәл сол сияқты рухани дененде несі бар, аузы бар. Ол не нәрсе аузы? Ол рухтың жаңағыдай аузы, ол иман, Құдайға сенім. И сол иман аузы ашық болған кезде, сол арқылы жаңағы Құдайдың нұры түседі, сосын иммунитет жинайды, сосын қандай қиындық болса да, мысалға пандемияда келген кезде қаншама адамдар қайтыс болып кетті ғой. Неліктен? Көбісі аурусыз, жай паниканың арқасында өліп кеткен ғой. Сол иммунитет мықты болмағаннан кейін қайтыс болып кетті көбісі. Өз-өздеріне ал иммунитеті кішкене мықтылар жаңағыдай төтеп берді. Дәл сол сияқты адам баласына қиындық келген кезде төтеп беретін иммунитет керек, рухани иммунитет. Мысалға, әулиеге не үшін зират қылады адам баласы? Не үшін зират қылуымыз керек? Өйткені сол барған кезде адам Құдайдың, жаңа айтып өтті ғой, үздіксіз әулие жатқан жерде Құдайдың нұры түсіп тұрады. Міне, көрдіңіз бе? Үздіксіз түседі. И сол арқылы барған адам автоматически рухани иммунитет жинайды. Көбісі соны білмейді ғой. Енді дұрыс жаңағы калима айту керекпіз, салауат айту керекпіз, сол кезде жиналады. Құран оқыған кезде жиналады иммунитет, адамға нұр түседі. Жақсы нәрсе садақа қылған кезде, жақсы затпен айналысқан кезде иммунитет жиналады. Бірақ ол өзі адам ол нәрсені білмесе не істейді? Көбісі білмейді ғой, сол білмейді. Сол кезде оған сырттан да көмек керек. Ол әулиеге зиярат қылған кезде, ол былай айтқанда сырттан келетін көмектер ғой жаңағыдай. Автоматически ол мысалға діннен еш нәрседен бейхабар болса да, мысалға не үшін жаңа басқа ұлттарда барып жатады, и сол нәрсені сезініп жатады. И барған кезде сол нәрсені рухани тыныштықты, рухани жаңа күш қуатты жинаған кезде соның результатын көргеннен кейін сосын жаңағы сол әуес болады, қадірін түсінеді. И сол арқылы жаңағы вирустарға төтеп береді. Сіз өзіңіз, мысал үшін, өзіңізді алсақ, батырдың ұрпағысыз. Өзіңіз енді әулие жерлерден өсіп келгенсіз, енді кішкентай кезіңізден. Өзіңіз қалай алдыңыз рухани азық? Өз тәжірибеңізді айтып кетсеңіз. Енді рухани күш қуатты қалай алады деген кезде, мысалға әулиеге зират қылған кезде адамда бір жүректің тыныштығы пайда болады. Мысалы үшін Құран оқыған кезде де бүкіл адам баласы мына жүректің тыныштығы кеткеннен кейін неше түрлі проблемаларға басын ұрады. Ал жүректің тыныштығы болса адамда,
ол былай айтқанда море по колену дейді ғой. Қандай қиындық, топан, су болып жатса да, и жаңағы ол өзінің, ол мешітке барғанда дұрыс. Егер сен жаңағы Құран білсең, жаңағы салауаттар білсең, ол қай жерде отырсаң да мысалға Құдайдың нұры түседі. Бірақ неге әуленің басынан көбірек результатный болады? Өйткені әуленің өзі сіз үшін дұға жасайды. Жаңағы барып тұрғаннан кейін пәленше баласы түгенше сізге келіп тұр дегеннен кейін Құдайдың достарының өздері сол адамға жәрдем сұрайды, сосын дұға тілейді, соның шарапаты тиеді. Жалпы енді дұрыс, Қайсарға қосыла кетейін. Енді баланы жаңа мешіт айтып отырсыз ғой. Мешіт деген жалпы ол Алланың үйі ғой. Алланың үйі, ол жақсы зат. Көбісі сол айтады ғой, мешітке барып келем, болды, маған сол жеткілікті. Жалпы адамдар сөйтіп ойлайтын да бар. Жаңағы мешіт енді Алланың үйі, мешітке бару керек. Бесін жаңа Қайсар ініміз айтып отырғандай, рухтың азығы, ол да жақсы. Бірақ жаңағы әулиелердің басын Құдай Тағала өзі арнайы қасиетті қылып қойған. Бұл дәрежені Құдай өзі берген әулиенің басына. Оны біз мысалы бір адамға бір атақ берсе, оның жергілікті билік береді, басқа бір. Ал енді бұл қасиетті әулиенің басын қасиетті қылған, ол біз емес. Ол оны адам баласы істей алмайды. Адам баласы бермейді ол затты. Оны қасиетті қылып қойған, ол Құдай Тағаланың өзі. Себебі жаңағы айттық қой, дүниеге келген кезде мысалы Қожа Ахмет Яссауи атамыз неге Қорасан бабаның басын зират қылады? Ол сол зират қылған кезде бүкіл қазақтың даласында қандай әулие болмасын, бүкіл әулиенің басына проблема келген. Бүкіл әулиенің басына сынақ болған. Ол сол сынақтан келген кезде ол иммунитеті күшті болу үшін әулиелерді зират ететін болған. Енді қазір жалпы біздің қазақтың даласында адамдарда мынандай ұғым бар, баласы үйленбей қалса, баласына бір проблема болып қалса, бала болмаса, үйленбей жүрсе, бір жұмысы жүрмесе, олардың ұғымында сондай Түркістанға барып зират ету керек деген. Көрдіңіз бе? Ал сондай ұғымның өзі ол қуантатын жағдай. Себебі әулиеге сеніммен келеді. Сонда жаңағы көп адамдар келген кезде, ол қасиетті екенін сеніммен келген кезде, зират етіп келген кезде баланың сол тәрбиесіне жұмыс жасайды. Неге? Себебі қазақ айтады, ұядан ең көрсе ұшқанда соны көреді дейді, соны істейді. Әке өзі ана баласын жетектеп алып барып, сондай жаңағы әулиелер мынандай атам бар, мынандай қасиетті жер бар, мынандай Түркістан осындай жер деп айтатын болса, оның баланың көзбен көргені ол бөлек зат. Енді баланы қорықпай апару дұрыс па? Дұрыс. Өздері Құран білмесе, мысалы үшін, қалай зиярат ету керек екенін білмесе, баланы қалай апарамыз, онда не істейміз, не бар, қорықпаса болады ғой. Қорықпаса, әрине ол қорқатын. Ол жерде ұғындырады, ол жерде айтады. Ол жерде енді жалпы қорқатын дым да жоқ қой, қорқатын зат емес. Ол қайта ата бабасының жаңағы қандай болғанын былайша мақтанышпен көрсете алады ғой. Енді бір сұрағым бар, әулиенің өз енді мынандай сөз бар ғой, ұлым саған айтайын дейді, өсиетін дананың, әулиенің таныда, енді білімді жаңағы таныда, соңынан ері қарағым деп Махмұд Қашқари атамыз айтқан. Енді баланы қалай тәрбиелейміз деген кезде не үшін оның маңызды тәрбиелеу әулиенің басын, ол жаңағы қалай әулиелікке жетті деп атсыз. Мысалға уақытында бір қариядан бір жаңағы ауылдың бір келіншегі барып сұрайды, ата, осы мен баламды қалай тәрбиелеймін дейді. Сен босанғанға қанша болды дейді, 40 күн болды дейді. Онда сен кешіктің дейді, 40 күн кешіктің. Ар жағында 9 ай 9 күн кешіктің дейді. Баланы тал бесіктен деген себебі сол. Мысалға, енді баланы қалай тәрбиелейміз деген кезде, ең бірінші бисмилла деп айтып, адал аспен тәрбиелеген. Ол қалай адал ас? Ол дәретпен, ғұсылмен пісіретін адал ас болады. Енді баяғыда имам Ағзам деген үлкен ғалым кісі, 4 мазхаб, жаңағы біздің енді мазхабымыздағы имам Ағзам ғой, енді сол кісі баяғыда осы шәкірттермен сұхбат құрып отырған кезде, ар жағында бір топ бала бір доп ойнап отырады. Сөйтіп жаңағы сұхбаттың жанында жаңағы доп ұшып кеткен кезде, жаңағы балалар жанында тұрып қалады, жаңағы сұхбатын бөлмейін деп. Сосын жанында ішінде бір бала барады да, жаңағы тай салмастан барып допты алып, арада ойын жалғастырады. Сосын имам Ағзам әдепсіз деп айтады. Одан кейін тұрады да, жаңағы дәрістері біткеннен кейін шәкірттері сұрайды, жаңағы неден бізге бір хабар беріңіз, біз түсінбедік дейді.
мына баланың жаңағы үйі қайда деп, жүріңдер үйіне барайық дейді. Сөйтіп үйіне барады, сосын әкесіне, шешесіне болған жайтты айтады. Осындай деп. Сосын әкесі тұрады да шешесіне қарайды. Сосын шешесі тұрып, жаңа жерде былайша айтқанда мойындайды. Баяғыда сіз жоқ кезде үйде, жаңа көршім үйіне барып едім, бір аштық сұрауға. Барсам, көршім үйінде жоқ екен дейді. Сөйтіп жаңағы рұқсатсыз бір қамырдың жаңағы аштықсын алып кетіп едім, сонымен жаңағы балаға тамақ беріп едім дейді. Содан кейін жаңағы қылықтары осынан болу керек деп айтады. Міне, көрдіңіз бе, адаласын. Баяғыда Абдулла ибн Мубарак деген бір кісі болады, соның жаңағы Мубарак деген әкесі бір соттың үйіне бау-бақша қарап жүреді. Сөйтіп қызметте болады, былайша айтқанда құл болады. Сосын жаңағы жүзім бақшасы болады, жаңағы соттың. Сөйтіп бір күндердің күнінде жаңағы соттың қызы бой жетеді. Сөйтіп өзінің бір яхуди досы болады. Міне содан барып сұрайды, жалпы сендер қыздарың жаңағы балиғатқа толып жасы жеткен кезде сендер кімге тұрмысқа бересіңдер дейді. Сосын жаңағы яхуди досы айтады, біз атаға шыққан сондай бір бай кісілерге жаңағы қызымызды береміз дейді. Ал мұсылмандар жаңағы Құдайға өзінің өмірін арнаған сондай бір тақуа адамға береді дейді. Сосын жаңағы ойланып қалады, мен тақуа адамды қайдан табамын. Міне сөйтіп өзінің жүзім бақшасына барады да, жаңағы отырады, жаңағы үйінде жүрген жаңағы шәкірті бір жағынан енді құл болып жұмыс істеп жүреді ғой, жаңағы Мубарак деген кісі. Сөйтіп бір жүзім алып келуін бұйырады. Сосын жаңағы түрі әдемі, сондай бір жүзімді әкеп, жаңағы өзінің қожайынына береді. Сосын жаңағы жүзімді жеп қалса, жаңағы ащылығынан денесі тітіркеніп кетеді. Сосын сенің есің дұрыс па дейді, мынау бір жақсы дәмдісін алып келмейсің ба деп ұрсады. Сосын жаңағы кісі тұрып айтады, қожайын дейді, сіз маған оны же деп айтқан жоқсыз ғой, мен оның дәмін көрмесем оны қалай білемін дейді. Сосын рұқсатсыздар терген жоқ, рұқсатсыз алмаған ғой. Дәм татқан жоқ. Сосын мынау теген адам емес дейді да, бұл кісіні құлықтан босатады. Сөйтіп өзінің қызын жаңағы кісіге береді, Мубарак деген өзінің қызметшісіне. Міне сөйтіп күндер өтеді, сөйтіп жаңағы қызы арыз шағым түсіреді шешесіне. Міне мына кісі маған қосылмайды деп арыз шағым айтады. Сосын жаңағы әкесі тұрып жаңағы өзінің күйеу баласын шақырып, мынау хабар бер, мынау не болды, қандай жағдай болды дейді. Сосын сіз өміріңізде пара алып көрдіңіз ба дейді. Атасын айтып отыр. Мен сот болып істеді ғой. Жоқ, мен пара алған жоқпын дейді. Енді сіз сот болдыңыз, неше түрлі адамдар неше түрлі ас алып келеді, неше түрлі сыйлықтар алып келеді. Міне сол қызыңыз содан жеп қойды ма екен деп, мен 40 күн өзімнен тапқан адал нәрсемнен соған тамақтандырам қызыңызды, сөйтіп 40 күннен кейін барып сол қызыңызға қосылам дейді. Сол ниетіме Құдай сондай бір әулие ұрпақ, тақуа ұрпақ бере ма деп үміттенем дейді. Міне содан кейін 40 күн өтеді. Сосын жаңағы Абдулла ибн Мубарак деген мына имам ағзамға бір жағынан жәрдемші болған, табиғим болған сол кісі дүниеге келеді. Міне адал астың себебі сол. Енді арғатай мынандай нәрсе бар. Енді 9 ай 9 күн болып бала дүниеге келеді. Бала дүниеге келгеннен кейін оны былайша айтқанда дәретсіз емізбеу керек баланы. Міне мәселенің бәрі осыдан адал астан басталады. Ол қалай әулиелікке жетті, қалай ол дана болды. Мысалы қазақ даласында қаншама әулиелер өтті, қаншама даналар өтті. Мысалға Түркістанда Түмен бап дейді. Отырарда 30 бап. Түмен деген 10 мың деген сөз. Сайрамда сансыз бап. Мысалға Маңғыстаудың өзінде 362 әулие бар. 3,5 мың машайық бар. Олардың бәрі қаяқтан шықты? Осындай ілім болмаса, осындай әулиелердің еңбегі болмаса, олар қаяқтан шықты? Олар шықпайды. Басқа елдерде бар ма? Бұндай әулиелер басқа елдерде жоқ. Бұл үлкен кәдімгі әулиелердің еңбегі міне осыда жатыр. Енді арғатай бала дүниеге келеді, оны дәретсіз емізбейді. Мысалға мынандай сөз бар ғой, Құнанбай ақсақал мысалға тектіліктің қазір мен бір оқып өтейін. Мынандай сөз бар, енді дәретсіз емізбеу керек деген кезде, тектіліктің үлгісіндей зере әжеміз дейді, Құнанбайды дәретсіз емізбеген дейді. Атаның бойындағы тазалықпен абай туды тектілік негізбенен дейді.
даналығын айтса Иә, ешқандай даналығын. зере әжен даналығын дәретсіз Иә. емізбеу деген мима қазіргі уақытта миға қонбайтын нәрсе ғой. Мысалы біздің маңызды болып иә Құнанбай Содан кейін ақсақалды Құнанбай иә, сол үшін әулие болып кеткен, иә, дана болып кеткен. иә. Міне сөйтіп содан кейін жаңағы бесікке тәрбиелеген кезде бесікке бөлейді, жаңағы туған кезде бесікке бөлейді. Иә. Одан мысалы қандай нәрселер бар? Мысалға қолын баласын жаңағы рухпен әлі денесін бірікпегеннен кейін оны жаңағы бесікке бөлейді. Бесікке бөлеген кезде ол жаңағы бесік деген сондай шарапаты сондай, ол Киелі. баланы сұғанақтықтан сақтайды. Иә, иә. Сондай киесі бар. Мысалға одан кейін жаңағы бала жатқан кезде сол балаға бесік жырын айтады. Бесік жыры деген өте маңызды нәрсе. Ол бесікті көрінген ақындар ол бесік жырын жазбайды. Мысалы мен барып қазір бір ақынды жалдап бесік жырын жазғызуы мүмкін, бірақ Ол ода бесік жылға Тәрбие иә, жоқ. ол бесік жырында жан жоқ. Иә. Одан кейін ол балаға шарапатты болмайды. Ол бесік жырын әулиелер жазған. Ұрпаққа деген махаббат болған. Ұрпағына деген, өзінің ұрпағына емес, әулиелер деген тек қана өзінің ұрпағына жұмыс жасамайды. Ол бүкіл елге, бүкіл елді қоя бер, ол бүкіл адам баласына жұмыс жасайды әулиелер. Сөйтіп бесік жырын айтады. Мысалы бесік жыры ол әулиелер жазады. Мысалға мынандай бір саяхатшы болған Армени Ван Бери деген. Сол кісі жаңағы енді саяхаттайды, ол бүкіл Қазақстанда қазақ елін саяхаттаған кезде мынандай бір еңбектерінде мынандай сөз жазады. Мына әр үйге барған кезде, әр қазақ үйдің есігін қаққан кезде мына бесікте бала жатады. Бала жатқаннан кейін әр қазақтың келіні сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметін айтады екен дейді. Бұл өзінің еңбегінде жазылған нәрсе. Міне қазақ даласында сол нәрсені бесік жырын айтып отырған. Бұл енді қазаққа былайша айтқанда Құдай берген нәрселер. Сонда жаңағы бесіктен тербеткен кезде әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем деп әлди айтқан өзі жаңағы Алланы таныту ғой. Баланың жаңағы рухына жұмыс жасау, жаңағы тектілігіне жұмыс жасау. Керемет екен. Негізі көп нәрсе білмейміз ғой. Иә. Ол ешкім айтпағаннан кейін қайдан білесің оны? Жаңа имам ағзамның жаңа да бір хикаясы. Көбісі бесікке бөлемейміз, жатқызбаймыз деп отырады ғой біздікілер. Былайша айтқанда бесіктің өзі бір балаға деген бір үй ғой. Канализациясы бар. Кәдімгі Гашогы бар. тап-таза болып жатады ғой. Аласың тап-таза. Памперс деген жоқ мысалы. Өз қолынан өзі шошымайды. Шошымайды. Бұл жерде не ғой? Мәселе ол ананың тектілігінен де келеді ғой. Көбісі сол әйелден ғой енді бәрі. Иә. Енді Құдайды тануда әйелден ғой. әйелің ақылды болса жәннатың дейді. Иә. Мысалға сосын жаңа бесікті тәрбиелейді деген кезде былай айтқанда нәпсісін тәрбиелейді ғой бала кезден бастап. Енді ойлаңыз жаңа күні бойы жаңа бір немен қаттылып байлап өзінің нәпсісін тәрбиелеуге үйретеді жаңағыдай. Сол бала кезден бастап. Сонда жаңа айтып отыр ғой, соғанақтықтан сақтайды, басқа да нәрселерден, әрекеттерден жаңа бесік кезден бастап тәрбиелейді. Имам ағзам жаңағы айтып отыр ғой, имам ағзам жаңағы жалпы не дейді, бабалар тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді ғой. Жаңағы имам ағзам бабамыздың жаңағы әкесі бір ауылдың жаңа шетіне келе жатқан кезде бір арықтың бойымен су ағып келе жатқан. Арықтан келе жатса бір қызыл алма, әдемі алма ағып келе жатады. Сол алманы алып жаңағы бір-екі тістеп жейді. Сол кезде ой келеді, мына біреудің алмасын мен рұқсатсыз жедім ғой дейді. Сол арықтың бойымен жоғары келе жатып бір үлкен бау-бақшаға кездеседі. Бау-бақшаға кірсе бір үлкен ақсақал отырады. Сол ақсақал барып, мынау сіздің алмаңыз ба дейді. Иә, менің алмам дейді. Мен осылай суға ағып келе жатқан алманы көріп қызығып екі тістеп жеп едім. Мен енді осыны кешіріңізші деп сізден рұқсат сұрап келдім дейді ғой. Сонда әлгі ақсақал мен кешірмеймін дейді ғой. Сонда ана бала шошып кетті. Иә. Қарап тұрады да айтады, неге сіз мен кешіре алмайсыз дейді. Менің шартым бол, соны істесем мен сені кешіремін дейді. Ол қандай шартыңыз? Келісейін дейді ғой. Менің қасымда бір жылға жуық жаңа жәрдемші болып осы бау-бақшаны қараймыз дейді. Сөйтіп жарайды деп келісіп бау-бақшаның бәрін қарап жүреді. Ана баланың тектілігін енді ақсақал енді тегін емес қой, бәрін қарап жүріп тектілігін байқайды, қасиетін байқайды. Сөйтіп жүріп жаңа бір жыл уақыт болған кезде енді маған батаңыз беріңіз, мен сізге қызмет қылдым, енді мен кетейін дейді ғой. Сол кезде жоқ, енді бір шартым бар тағы дейді. Ол қандай шарт деген кезде менің қызым бар дейді. Өзіне күйеу бала қарап тастаған. Иә, қызым бар дейді. Ол қызым дейді, бір көзі көрмейді дейді. Бір аяғы жоқ, бір қолы жоқ, құлағы керен дейді. Соны алсан, мен саған батамды беремін дейді. Соны анан кейін сәл қиналыңқырап, бірақ енді
ана тағы да болмайды, сөйтіп келісіп үйге кірсе жаңағы айдай сұлу қыз жүреді. Соны ана кісі шошып кетеді да, көреді да, жаңа айтқан қыз айттыңыз ғой соқыр деп. Иә, сосын барады да сұрайды, сіз мен айтқандай қызды үйде көрген жоқпын дейді. Сол қызы менің қызым дейді. Оның сұрақ жаңағы несі қалай дейді, құлағы керен дедіңіз, бір қолы жоқ дедіңіз, аяғы жоқ дедіңіз, оның сыры неде дейді. Сонда айтады, көзімен дейді соқыр дегенім жаман затты көрмеген жоқ дейді. Қолымен жаңағы жоқ дегенім жаман затты ұрламаған дейді. Аяғы жоқ дегенім бір жаман жерге баспаған дейді. Құлағы керен деген өсек аянды естімеген дейді. Сол кезде осы қызымды алсаң, мен саған батамды беремін. Сөйтіп жігітке қызды қосып, батасын беріп, сол кісілерден имам ағзам туады. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы баланың тәрбиесі дегенге келеді. Бұл бүкіл баланың тәрбиесі осы ата-анадан басталады. Ата-ананың қалай сен жаңағы баланы ауыздан тәрбиелеп, қалай дүниеге әкелесің шіретіп, содан бастап тал бестен көрбеске дейін тәрбие, ілім іздеу, ол ата-ана бала үшін парыз болады, міндет болады. Әкесінің өзі қандай жаңағы иманды болып тұр ғой. Содан имам ағзам деген сондай үлкен қасиетті адам туылған. Бұл әңгімеден бір жақсы сұрақ қойым кеп тұрды. Көп ата-ана өзін емес, баланы тәрбиелейді. Оны қалай айтуға болады? Өзі тәрбиесі болып, баланы тәрбиелейді. Қазіргі заманда проблемаң нағыз со ғой. Әке шеше өзінің тәрбиесі жоқ болса да балаға бірдеңе үйреткісі келеді, өзіне қарамай. Әулиелер қалай айтқан, қалай істеген? Мына Шәкәрім Құдайбердіұлы деген атамыз бар ғой, сол кісі айтқан, сыртқы сөзің шын болса дейді, жүрегіңде мін болса дейді, ішің толған жын болса, айтқан сөзің ем емес дейді. Мысалға, не үшін жаңағы қандай сөздер мықты? Бесік жырын көрінген жаңағы ақындарға жазуға болмайды деп айтты ғой. Ол әулиенің аузынан шыққан сөз керек дейді. Ол сол аузынан шыққан сөз оған ем болады. Неге? Өйткені өзінің іші, ниеті, пейілі, жүрегі таза болғандықтан. Қазір көргеннің бәрі бесік жырын жазады ғой. Сол себептен ол біздің әулиенің айтқан сөздеріне, айтқан жаңағы ата-бабаларымыздың қалдырған мұраларына біз мұқтажбыз. Сол арқылы ғана біз жаңағы балалы шағаны тәрбиелей аламыз. Бірінші адам өзінен бастау керек. Өзінен тәрбиелеген кезде сосын жаңағы баласына ем болады. Ал енді өзі жаңағы балам бұнаны бүйтпе сөйтпе деп өзі басқа нәрсені істей берсе, бала бәрібір қайталайды ғой әке шешесі. Көрген істейді ғой үйде. Сонда жаңағы айтып өткен хикаялардан әке шешесінің өзінің тазалығын көрдіңіз бе? Жаңағы бір тістеген алмасының өзіне қандай жаңағы мән беріп, бір жыл қызмет қылып, одан кейін жаңағы айтқан бүкіл шарттарына көнеді. Неге? Өйткені Құдайдан қорқады. Иманы бар. Мысалға, жаңағы имам ағзам әкесі ғой жаңағы, сол хикаяда болған. Соның баласы 5 жасында қари болған кісі. Хафиз болған, Құран жатқа білген имам ағзам. Сол әкесі айтады дейді, егер мен сол бір алманы тістемеген кезде дейді, балам 3 жасында қари болатын еді дейді. Соның өзі қараңыз, соған мән беріп тұр ғой. Кішкентай ғана бір жаңағы былай айтқанда мелочь сияқты болып көрінеді, бірақ қалай ұрпағыңа әсер етеді. Біз қазіргі таңда не істеп жатырмыз? Қазір баланың сөзі бәрі дұрыс. Сол баланың айтқан жасап отырамыз аузына қарап. Енді қараңыз, сол имам ағзам деген 7 жасында бір елдің патшасы болған дейді, жаңағы сол қауымның. Сол қауымның патшасы ол атеист болған дейді, Құдайға сенбейтін болған дейді. Қандай Құдай деген адам шықса, соның алдын алып келіп отырған дейді. Сол екеуі дауласып, атеист өзінікін өткізіп, жаңағында жеңіп отырған дейді, Құдай деген адам. Сөйтіп бір кезде бір заманда имам ағзам деген сонда 7 жастағы әкесі жаңағы жібереді сол ненің патшаның алдына, атеист патшаның алдына. Сөйтеді жаңағы осы баламмен таластын дейді. Мен емес, бірінші әкесін шақырады. Бірінші баламмен таластын. Мен 7 жасар баламмен сөз таластын дейді. Сосын барып маған келсін дейді. Сөйтіп тұрған кезде имам ағзамды жібереді. Жіберген кезде патша екеуі келіседі, осындай ертеңгі күні, осындай түскі уақытта келесің, бүкіл халықты жинаймыз, сол жерде жаңа екеуміз сөз таластырамыз, сен маған Құдай бар екенін дәлелде, мен саған Құдай жоқ екенін дәлелдеймін дейді.
сөйтіп тұрған кезде имам ағзам жақсы деп келіседі, ертесі бүкіл халық жиналады, и жаңағы имам ағзам кешігеді. Жаңағы түс ауады, кеш болады, сөйтіп тұрғанда кешігіп келеді қаншама уақытты. Сосын жаңағы патша тұрады да, бір кезде келеді имам ағзам. Сол кезде тұрады да айтады: ей бала дейді, сен Құдай деген адамсың өзің дейді. Сен мына ісің не дейді, жаңағыдай тәртібің жоқ, ешқандай жаңағы уақытында жауапкершілігің жоқ, уақытында келмедің, мына қаншама дүйім халықты күттірдің ғой дейді жаңағыдай. Сосын имам ағзам айтады: я, кешіріңіз тақсыр дейді, мен уақытында келетін едім дейді, бірақ бір таң ғажайып затқа мен куә болып соған қызықтап тұрып қалдым дейді. Ол не нәрсе деген кезде, мен өзеннен өтіп бара жатыр едім, бір үлкен ағаш тұрды да өз-өзімен құлады дейді, алдыма дейді. Сөйтіп соған шошып кеттім да қарасам дейді, бұл ағаш өз-өзінен сүрленіп, жаңағыдай кесіліп, тақтай болып, өз-өзінен қайық жасалып, сөзден суға ағып, былай қарай өтіп кетті дейді. Сол уақыттан бері мен жаңағы тұрып таңғажайыпқа таңғалып отырып қалдым дейді. Сол үшін себебім сол дейді, кешіккен дейді. Сол кезде жаңағы патша тұрып қарқылдап күледі ғой, жаңағыдай: сен не деп тұрсың дейді, сен не өтірікшісің дейді, өзің жаңағы жауапкершілігің жоқ, өтірікші екенсің. Өтіріктас соғып отырсың мына жерде отырып. Иә. Сол кезде тұрады да айтады: қалай ол біреу жасамаса оны, қолдан жаңағы ағашты кеспесе, жаңағыдай тақтай қылып нетіп балғамен қақпаса, ол қалай қайық болады дейді, өз-өзінен. Қалай кетеді өзімен өзі қайық үшін. И сол кезде дұрыс айтасыз дейді, тақсыр дейді, дұрыс айтасыз дейді, мына дүниені біреу жасамаса қалай өз-өздігінен болады дейді, жаңағыдай. Құдай жасады ғой дейді бұл нәрсені дейді. Қалай сен өз-өзіне жаратылып Құдай жоқ деп айтасың дейді. Бұл тылсым жаңағы күш қой жасаған дейді, жаңағы Құдай тағаланың ісі ғой дейді бұл. Сосын тұрады да бір жеңіледі сол жерден. Сосын ал жақсы дейді, онда маған Құдайды көрсетші дейді, маған дейді. Қай жерде тұр дейді, мен көріп тұрған жоқпын дейді. Иә. Сосын тұрады да жаңағы имам ағзам бір сүт алдырады тостақ. Сосын имам ағзамға айтады да, жаңағы тақсырға айтады, жаңағы патшаға айтады: мына сүттің ішінен бір маған құртты көрсетші дейді. Осы сүттен майды көрсетші дейді. Осы сүттен ірімшікті көрсетші дейді. Көре аласың ба дейді. Сосын бұл енді оны көрсету үшін оған еңбек қылу керек, жаңағыда неден өткізу керек, жаңа ашыту керек, сосын бар бұл сондай заттар шығады дейді. Дұрыс айтасыз дейді, сіз өзіңіздің сөзіңізден айтып тұрмын дейді. Бұл сүттен еңбек қылсаң ғана осы заттарды көресің дейді. Құдай тағала да өзін жасырып қойған дейді. Сен еңбек қылсаң ғана сол Құдайды көресің дейді. Алланың. Сосын тұрады да жаңағы халық шулайды да, ду болып, жаңағы патша жеңіліп барады ғой. Сосын тұрады да айтады: енді бір сұрақ қойын дейді, Құдай қазір не істеп тұр дейді, дәл қазір не істеп жатыр Құдай дейді. Онда жақсы дейді, онда сіз менің жаңағы орныма келіңіз дейді, мен сізге айтайын дейді. Сосын тұрады да өзі патшаның орнына барады, жаңағы таққа отырады. Міне Құдайдың істеп тұрған дейді. Сіз сияқты басы алтындай патшаны жерге түсіріп, мендей 7 жасар баланы таққа отырғызып қойды дейді. Сөйтіп тұрады да жаңағы бүкіл халықтың алдында позор болып, жаңағы мойындап, өзі жаңағы ислам дінін қабылдаған дейді, жаңағыдай патшаның өзі. Сонда қандай сондай ұрпақ, жаңағы адал аз, біреудің ақысын жемеу деген нәрсе өте қатты әсер етіп тұр қазір. Мысалға осы заттарға қатты мән берсек, Құдай тағала осы сондай ұрпақтардан береді бізге де. Мысалға бізде бар ғой, мына өзінің баласына әкесі келін іздеу деген болған. Ол текті жердің қызын іздейтін болған. Мысалға Құнанбай атамыздың өзі жаңағы Абай атамызға ділдәні өзі тауып береді ғой. Мысалға одан кейін жаңағы мына Ертөстік деген жыр бар. Ертөстікте Байназардың сол 9 ұлым бір төбе, ертөстігім бір төбе деп айтады. Сөйтіп жаңағы бүкіл 9 баласына өз келін іздейді. Ана ауылды көреді, мына ауылды көреді, жоқ. Сосын шаршап, шалдығып бір ауылға келсе, жаңағы қазақ үйдің есігін ашып қалса, төрдеулі тұрған 9 сырғаны көреді. Мен таптым дейді ғой. Сөйтіп 9 ақ сырған, менде 10 бала. Сосын отырып жылайды. Сосын ар жағынан бір аба шығып, 9 қызым бір төбе,
күнекейін бір төбе деп айтады. 10 қыз бар екен. 10 қыз бар. Сөйтіп жаңағы Біреуін жасып қойған енді. сөйтіп өзі іздеді. Бұл енді қазақтың жаңағы жырында сол бар. Енді мына Төле би деген қазақтың 3 биінің атасы, Төле би атамыз қазір енді Ташкентте жатыр ғой кісі. Иә. Сөйтіп келіні Данагүлді өзі таңдаған. Бұл кісіні жаңағы бір ауылға қонаққа барады, жанында адамдары бар. Сөйтіп бір сахнаға тап болады. Сөйтіп бір 3-4 қыз жүреді, тезек теріп жүреді. Сөйтіп жаңағы аяқ астынан жаңбыр жауады далада. Сөйтіп жаңбыр жауғаннан кейін қалған жаңағы 2-3 қыз жаңағы қиларын, тезектерін алып арадай қашады, жаңбырдың үйлеріне қашады жаңбыр жауғаннан кейін. Сосын жаңағы бір қыз тұрады да үшіндегі жаңағы шапанын шешіп, жаңағы қидың үстіне жауып, тезектің үстіне өзі су болып отырады. Сосын жанында Төле бидің жанындағы адамдар тұрып, мына қыз ақымақ екен дейді. Сосын жаңағы Төле би ашуланады сол жерде. Жаңағы жаман назармен қарайды жаңағы кісілерге. Сосын мына қызын дейді, әке-шешесін табыңдар дейді. Сөйтіп сол ауылға өзі қонаққа барады. Сондай бір би сол кісіні жаңағы қонаққа шақырып жатыр. Сөйтіп Төле би жаңағы байдың үйіне түспейді де қыздың үйіне барады. Қыздың үйіне барса, әке-шешесі өте кедей тұрады екен. Міне сөйтіп сол кедейдің үйіне баратын несіп жаңағы бай өзінің қазан ошақтарын бәрін сол жерге апарып, сол жерде Төле биді күтеді. Сосын я қызым дейді, жаңағы сахнаны сен түсіндіріп жібер дейді. Біз түсінбедік деп. Бірақ енді түсініп тұр ғой. Бірақ халыққа тәрбие, үлгі, өнеге үшін сол нәрсені жаңағы халыққа көрсетеді сахна ретінде. Сосын жаңағы қыз айтады, я ата дейді, жаңағы негізі ақымақ мен емес дейді. Жаңағы ақымақ жаңағы қыздар дейді. Неге дейді? Себебі олар кетті жаңбырда. Өзінің үстері де су, терген тезектері де су. Барып үйлеріне барып көздерін ашытып, ол тезек жанбайды. Ал мен жаңағы үстімдегі шапанымды шешіп, жаңағы тезектің үстіне қойдым дейді. Сөйтіп жаңбыр басылғаннан кейін үйіме апардым. Тезекті де жақтым. Міне сізді де жылытып өтім, өзім де жылдым, киімім де кепті дейді. Иә. Міне сөйтіп соған жауабына риза болған Төле би үйіне қамшыны тастап кетеді. Ол қамшыны тастау деген белгі. Ол енді сіздің үйіңізге мен құда түсем деп сөйтіп белгі беретін болған. Бұл қазақтың қандай бір керемет. Сақина тастайды немесе береді бай. Олай айтпайтын тура. Бір нәрсе қалдырып кетеді. Егер жаңағы қамшы, егер қамшыны қайттан алып шығатын болса, ол қыздың басы бос емес. Біреуге аттастырып қойғанбыз деп сондай белгілі. Бірақ енді артынан атасы жаңағы әкесі шықпағаннан кейін риза болып жаңағы қызды айттырады. Қалың малын беріп, ол жаңағы Төле бидің атақты келіні, ол Данагүл. Міне сөйтіп, ол Данагүл тектілігімен өзінің біраз нәрселерді шешкен. Жыммен тәрбиелеген балалар. Қазақта сөз бар ғой, ымды түсінбеген дымды түсінбейді. Қазір жым түгілі айқайлап 10 рет айтсаң да істемейді ғой. Мысалға сол ғой, енді тектілігі араты енді бітіре кетейін араты енді. Енді Төле би уақытында бір қарақшылардың қолына түсіп қалады. Сөйтіп қарақшылардың қолына тоналғаннан кейін мен сондай бай адаммын дейді. Неге сендер мені пайдаланбайсыңдар, неге менің жаңағы алтыным бар, басқам бар, мен соны алдырайын дейді. Сөйтіп жаңағы бір хаттар жазып жібереді. Міне енді 20 жылқы бірдеңе бора деп жаңағы 7 бора осындай 7 таудың бірдеңе деп сөйтіп жұмбақтап жаңағы жазып жібереді. Сөйтіп жаңағы хат ауылға келеді, ауылдың ақсақалдары жаңағы хатты түсінбейді. Бұл қандай сыр? Бұны Данагүл түсіну керек дейді. Жаңағы келініне апарған кезде міне атам осындай қарақшылардың қолына түсіпті. Міне осындай 40 палуан апаруымыз керек. Жаңағы осындай 7 таудың астында. 7 таудың астында деп сөйтіп жаңағы осы жерде жаңағы тура меңзеп береді. Жаңағы айтқандарын бәрін ашықтап береді. Сөйтіп Төле биді бір неден құтқарады. Бір ажалдан құтқарған. Енді Төле би жоқ кезде жалпы бүкіл ауыл сол жаңағы Данагүлді тыңдап, сол проблемалардың бәрін сол шешетін болған дейді. Міне қазақтың әйелдерінің тектілігі, мына аталары да мысалға өзінің жаңағы әкелері де өзінің баласына текті жерден қыз ал дейтін себебі сол. Ол текті анадан текті ұрпақ туады. Мысалға әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Бала сенің істегеніңді істемейді, көргенін істейді. Ол бала мысалға. Міне осыған қатты назар аударған біздің ата-бабаларымыз.
тек деген нәрсеге. Жаңағы ыммен деп айтады ғой. Сол ымды түсінбеген ымды түсінбейді деп айтады ғой қазақта. Ым деп ымдағаны жаңағы белгілері қалғаны не үшін? Мысалға жаңағы қызын сұрап айтса сөзбен, сөз жұмсап деймін да. Оны жаңағы жауап қайтарса, егер қызым бос емес сізге бере алмаймын десе, адамның көңілі түседі. Көңілі бұзады. Айтады ғой жаңағы, егер бір адамның көңілін алдырсаң, қағбаны бұзғанда мен тең болады дейді. Сол себептен ешқандай сөз жұмсамай, бір іс-әрекетпен, ыммен ғана бір-бірін түсінетін болған ғой. Ол қандай айтқанда руханият тұрған, қандай жаңағындай даналық, тәрбие. Мысалға, Жетісу өңірінде Ескелді би мен Балпық би деген жаңағындай әулиелер өткен. Сол Ескелді би мен Балпық би бір заманда екеуі ренжісіп қалады. Ренжісіп қалған кезде жаңағы бүкіл ауылдың бір ақсамайлы әжесі үйіне қонаққа шақырады, жаңағы екеуінде. Сол қонаққа шақырып болғаннан кейін алдыларына ас қояды. Ас қойған кезде бір тал ғана қасық беріп, өзі шығып кетеді жаңағындай. Сосын тұрады да екеуіне екі қасық беру ғой, бірақ біреу ғана қояды. Сосын тұрады да жаңағы Балпық би тұрады да қасықты бүйтіп аударып қояды. Сосын Ескелді би тұрады да қасықты қайтадан ашық қылып қояды. Бір заманда екеуі де арқа-жарқа болып әңгімелесіп, күліп ойнап, құшақтасып шығып келе жатыр дейді. Қасықпен сөйлесіп. Қасықпен дейді. Қасық арқылы сөйлесіп. Бұл не мағына болды? Қасық не үшін қойдыңыз деген кезде жаңағы Балпық биге айтты дейді. Мен егер сіз жаңағы менің күнәм болса, кешіріңіз, мен жаңағыдай алдыңыздан бас ием. Егер сіз жаңағы ұрам десеңіз, мінекей арқам деп, арқамды тосам деп, қасықты бүйтіп төңкеріп қойдым дейді жаңағыдай. Сосын Ескелді би тұрады да айтады, егер сен алдыма иіліп келсең дейді, жаңағыдай менің құшағым әрқашан саған ашық деп, қасықты ашып қояды дейді жаңағыдай. Соны қасық арқылы сөйлескен, ыммен ғана сөйлесіп, жаңағы арқа-жарқа болып әңгімелесіп кетеді. Егер сөз жұмсаса, ол сөз жұмсағаннан кейін шайтан араласып кетуі мүмкін, артық сөз айтып кетуі мүмкін. Сол себептен сондай қандай керемет даналық деймін да, әулиелік. Қазір енді көңіл қалдыру деген тақырып бізде вообще ғой. Бір-біріміз көңілін қалдырмақ түгілі араласпай кетеміз ғой. Мысалға, балаға мына жаман жақсы деген нәрсені қатты үйрету керек. Қазіргі заманда жаман не, жақсы не? Мысалы, жаман деген нәрсе не ол? Жақсы деген нәрсе ол періштелер, ол әулиелер. Ол бала түсінбеуі мүмкін сіз әулиенің басына апарған кезде. Бірақ апарыңыз. Мысалға, Ақтанберді Жырау атамыз айтады ғой, бала берсе тезінен, пірлердің демінен дейді. Шілтеннің түйіп шылауы артылып туса өзімнен дейді. Яғни бұл жерде бала сол әулиенің шылауында болады. 40 шілтен бар мысалға, әулиелер алдында бардық. Ғайып болып кеткен. Сол сияқты сол негізгі нәрселерді үйрету керек. Мысалға, адам екі денеден тұрады, бірі матери, бірі рухани денеден тұрады жалпы. Енді қарап отырсаңыздар, біз матери денемізді қалай баптаймыз? Түрлі емдік шөптер ішеміз, түрлі баттарды ішеміз, түрлі жеміс, түрлі жеміс жидектерді айтып денемізді бағып қағамыз. Ал рухани дене бар ғой. Ол қазір 21-ші ғасырда ең белең алып тұрған нәрсе. Сол рухани жаңағы дене, былайша айтқанда иммунитет жоқ болғаннан кейін, ол адамда, мысалы қазір мына дүниеде қаншама вирустар бар. Мысалға қарап отырсаңыз, ЛГБТ бар, лудомания бар. Мысалға әкесін ұрып сабау деген бар, зорлық, зомбылық бар, ұрлық, қарлық бар. Қазір мына заманда өте белең. Адам өлтіру, мысалға. Міне сол сияқты, егер сол адам кішкентай кезінен сол әулиелердің басына барып, рухани иммунитет жинамайтын болса, міне қай жаңағы вирусқа жақын, соның артынан кетеді. Мысалға, ол педофил болуы мүмкін, Құдай сақтасын. Соған жақын болуы мүмкін. Ал мысалы сондай ойлар мазалаған кезде, оның ішінде рухани бір иммунитет болмаса, ол жаңағы оймен күресе алмайды. Ол оймен күреспегеннен кейін оған сондай проблемалары тап болады, соңынан кетеді. Ал әулиенің басына барып, сол жерден Құран оқиды,
әулиенің еңбегімен танысады, арасында тылсым дүниелер бар. Сөйтіп бір ойлар келген кезде, бір ойлар мазалаған кезде жаңа рухани иммунитет оянып, жаңа ойлармен күреседі. Міне балаға осы нәрсені біз үйретуіміз керек. Баланы тал бесіктен деген себебі сол, ең бірінші таза рухани адаластан бисмилля деп айтып, жаңағы ғұсыл дәретпен тамақты ең бірінші сөйтіп беруіміз керек. Ол адалас. Ең бірінші нәрсе міне осыдан басталады. Ең соң бәрі тобықтай түйіні деген әр адам сен бала дүниеге әкелем дегеннен бастап өзіңді түзеу керексің деген сөз ғой. Өзіңді түзеуің керексің. Мән беру керек жаңағы дәретпен емізуге, жаңағы бала біткен кезде күнә жасамауға, бір жаман заттарды көрмеуге, естімеуге. Жаңағы қазақта айтады ғой, бала көтерген кезде бөлек үй тіккен дейді қазақ даласында әйел адамға. Көп нәрсе біз сонда ол білмейміз ғой. мақсаты, Ешкім айтпайды уже әбден. мақсаты жаңағы шошынып қалмасын деген мақсатта. Одан кейін жаман заттарды көріп, жаман заттарды естімесін деп бөлек изоляцияға ұстаған дейді. Сонда жаңағы ішіндегі бала ақырындап жаңағындай жақсылыққа қарай тәрбиелесін деген мақсат жаңағындай. Қазіргі уақытта көп ауру ғой, балалардың ауруы шығып келеді. Оның бәрі психоэмоционалды әйелдің дұрыс Күтінбеуі ғой. иә, күтінбеуі ғой. Енді неше түрлі аяқ ауыр жүрген кезде неше түрлі ситуацияларға тап болады ғой, үйдің ішінде де өзі. Қайсар бабамыз жақсы айтып отыр ғой, жалпы сол босанған кезде изоляция деп отыр ғой. Иә. Ол жерде мысалға өсекші әйелдерді кіргізбеген. Көрдіңіз ба? Ол ертең өсекті естиді, сөйтіп баласын емізеді. Оны біз мүлдем білмейміз ғой. Сөйтіп міне сол жерде Мысалы үшін 40-ақ шығарған кезде 40 қасық су құяды. Аналардың әр жақсы тілектері сіңсің деп, денеге, балаға. Сол суда шомылдырады содан кейін. Енді қазір 40 күн деген нәрсеге көбісі мән бере бермейді ғой. Мысалы мынандай нәрсені шығарып отырдық қазір. 20 күн ғана. Сөйтіп 40 күн 40 түн дейді. Ол қалай болады сонда? 40 күнде 40 деген мәселе мысалы өте қасиетті. Мына ет пен сүйек бір-біріне байланады. Бір-біріне қосылады, соң 40 күн дейді. 40 деген нәрсе қазақта өте жаңа мағыналы, жаңа қасиетті нәрсе. Дәстүріміз жоғалып келе жатқан сияқты ғой. Дәстүрлі өзі қазақи нақыш. Жақында ұлды болдым ғой. Аллады беріп жаңағындай ұлды болдық. Сол кезде бір ағамыз сұрап отырды. Енді бетіне қарадым ба дейді, ұлдың дейді. Сосын қарадым деген ғой. Сен онда қарағаның дұрыс емес дейді. Сен қалай бүкіл жаңағы дүниенің жақсылы, жаманды, фитнасын бәрін көріп келіп, сен назарыңды саласың дейді жаңағы балаға дейді. Ол қатты әсер етеді дейді. Анасы қараған дұрыс болады дейді. Ол анасы өйткені босанған кезде бүкіл күнәсінен айырылып жаңағыда тазарады. Иә. Сол тек қана анасы ғана қарау керек дейді баланың бетіне дейді. 40 күн бойы. Сосын 40-нан шыққаннан кейін барып жаңағы қонақшылап. Қазір 40-нан жаңағы больницадан шығара салып, роддомнан шығара салып. Фотография жібереміз. Сосын фотография қояды. Одан кейін жаңағы туысқандарын шақырып, жаңағы тойлап, сондай жасайды. Отөгіл қарын ашып, фотоға түсіп ашық қарынмен. Сонда негізінде сол 40 күн бойы изоляцияда отыру керек. Жаңағы ешкімге көрсетпей. Әйелге де көрсетеді ғой. Иә. Әйелдің өзі жаңа туған әйел, ол да сүйегі босаған жаны әлі айтады ғой, жаның аман қалсын деп. Өлім мен өмірдің арасында ғой бала табу. Әйел үшін де 40 күн маңызды бала түгілі. Енді сол біздің енді қазақтың салт дәстүрі, әдеп ғұрпы, осы заттардың бәрі ұмытылып барады ғой біздің, көрдіңіз бе? Осы заттарды енді сіздер айтпасақ, біздер айтпасақ, оның жаңағы ел ағалар айтпаса, ол ұрпаққа ол ертегі болып қалып барады, бара-бара. Кәдімгідей сказка болып барады. Сол себептен жаңағы балаға көрсету керек, үйрету керек, көзін жаңағы апарып, тарих қандай болған, бабалар қандай болған, отбасы қандай болады, соның бәрін көрсетпесе, ертең бұл зат жай өшіп барады бізден. Өзіміз сол жолдан жаңағына келдік қой. 8-9 ғасырда салынған мазарлар тұр ғой.
Ол деген тарих қой, нағыз көз алдыңда тұрған, неге апармайсыздар, неге көрсетпейсіз балаларға, иә? 8-9 ғасырда салынған кірпіш тұр әлі. дұрыс айтасыз. Ішіне кірген кезде кәдімгі сезінесің ол ғасырды, вообще тарихыңды, рухыңды, қазақ елінің бәрі ашылады соның ішінде отырған кезде. Жақсы әкенің азығы жауан балаға 40 жыл азық дейді. Иә. Құдайға шүкір, бізде сондай мектептер қалыптасқан. Ол бар, оны тірілту керек. Иә. Мысалға, біздің бабаларымыздың тастап кеткен мол мұрасы бізге қияметке дейін жетеді. Біздің ана мәдениетті үйреніп, болмаса басқа бір біздің мәдениетімізге келмейтін бір заттарды үйретін біздің хақымыз жоқ. Түкке керек емес. Иә. Енді әулиелердің басына енді барып жүрміз ғой, жалпы соның әулиелердің басындамыз. Міне солардың үлгі өнегесі бізге жетеді. Ол жерде Еңбектерді жетеді. салт дәстүрі, дін де сол жерде, мәдениет те сол жерде. Мысалға, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі яссауи ілімін дамытыңдар деген тапсырма берді ғой келіп. Мысалға, Қандай соны керемет, қазір зерделеп жатыр. Өйткені қазақтың жаны сол. Мысалға, біздің Түркістанда 21 хан жатыр. Не үшін? Сол Қажы Ахмет Яссауидің ішінде 20. Ішінде жатыр ғой. Не үшін өзі жатыр? Мысалы, анау Қазыбек Көбісі биді. білмейді ғой соны. Иә, Қазыбек биді анау Қарқаралыдан алып келген. Сөйтіп өсиет қойған. Мысалы, шоң билер, мысалы неше түрлі атағынан ат үркейтін неше түрлі әулиелер, мысалы Абылай ханның өзі сол жақта жатыр. Біз неге ол басқа жақтан бір мәдениетті үйреніп алып, бұндай нәрсе, мысалға, басқа мемлекеттерде бұндай жоқ. Өздерінің тарихтарын, өздерінің жаңағы мәдениеттерін қолдан жасап отыр. Иә, ойдан шығарып отыр. Ойдан шығарып отыр. Ал біздің Ғасырлар бойы. біздің нәрсеміз тұр ғой, міне рухани мектеп тұр. Ал мысалы сол мектептің арқасында бұл даладан қаншама әулиелер шықты. Мысалға, Маңғыстаудың өзінде 3,5 мың машайық, 362 әулие. Қалай шықты оның бәрі? Міне осы мектептің арқасында сол әулиелер сол шықты. Ал біз енді басқа жақтан қарап отырсаңыздар, ана мәдениетті үйренеміз, мына мәдениетті үйренеміз. Жаңағы қазақ баласын 3 ауыз сөзбен тәрбиелеген болды. Мен айтып тұрмын ғой, сол сөзсіз де үйреткен. Ұят болады, обал болады, жаман болады. Міне, болды. Осы нәрсені жаңағы дәретпен емізілген бала, ол жаңағы әулиелердің сұхбатын естіп, солардың еңбегімен танысқан бала 3 ауыз сөзбен тәрбиеленеді, болды. Мысалға, қазақ қызы неге шолпы деп айтады? Мысалға, қыздың жаңағы бұрымына шолпы таққан. Ол мысалға не үшін таққан? Ол жаңағы жүгірген кезде шылдырлайтын болған. Сөйтіп содан ұялып, жаңағы өзінің бойын түзейтін болған. Иә, Ол қандай тәрбие? салмақты болады. Салмақ, сөйтіп өзінің бойын қалыптастырады, жайлап. Міне бұл да негізгі тәрбиелердің бірі. Біздің қазақ атамыздың әрі детальдары, әр түрлі бәрі, мысалы тәрбиелері өмірлік мәні бар. Міне соны біз қазір дамытсақ, біз енді қайқа кетіп баратымыз, былайша айтқанда. Міне осы нәрсені біз халыққа ұсынатын болсақ, халық өзінің жоғалғанын табатын болса, бұл халық әлі әлемге үлгі болады. Оған үмітіміз бар біздің. Менің де үмітім бар. Сол үшін жиналдық қой бүгін. Осы сұхбатты. Түркияның президенті Ердоған, жаңағы ол кісі де жаңағы Яссауи атамыздың желісімен көптеген кинолар түсірді ғой. Ертоғұлды түсірді, сол Ертоғұлдың Османды түсірді. Ертоғұлда мысалы ол да жаңағы ел үшін, жер үшін елін қорғап жүрген кезде, қиындыққа тап болған кезде оның ұстазы Ибн Араби. Сол Ибн Арабиға барады, жаңағы кәдімгідей оған иммунитет өзіне жинайды. Қиналғанын айтады, отбасылық жағдайын айтады, елін қандай қиындықтан шығару жолын айтады. Сонда Ибн Араби оған бағыт бағдар беріп отырды ғой. Көрдіңіз бе? Сонда бұл Түркияның президенті болсын, біздің жаңа Қасым-Жомарт Тоқаев болсын, бүкіл қазақтың даласында әулиенің жаңағы кереметі, әулиенің шарафаты қандай екенін көрсетіп кетті. Жаңағы Тоқаев президенттікке отырған кезде бірінші Қожа Ахмет Яссауи атамызға барып зират қылды. Батасын алды. Батасын алды. Қаншама хан. Маңғыстауға барған кезде Бекет атаның басына барды. Алматыға барған кезде Райымбек атаның басына барды. Бата алу деген өзі де бір қасиетті ғой. Барып бата алатын жеріміз бар өзіміздің. Сонда ол кісінің мақсаты қасында жүрген бүкіл қызметкерлер болсын, ұрпақ болсын, сонда әулиенің басына барып зират қылып,
жана жолым ашық болсын деген мақсатта бата алады. Жана алтын алма батал дейді қазақ. Әулиелердің батасы ол адам баласын жаңағы шоқ қылады, былайша айтқанда беделін артық қылады. Көрдіңіз бе? Сол себепті мына әулиелердің жаңағы желісімен түсірген Ертолдың жаңағы киносы Осман болсын, одан кейін жаңағы Абдулхамид болсын, бәрі әулиелерге кеп тіреледі. Сонда әулиелерден медет сұрайды, әулиелерден жәрдем сұрайды, әулиелерден бата алады. Әулиелер ақылшы сияқты болып тұрады. Сонда жаңағы көп жәрдемшісі болады. Көрдіңіз бе? Тығырықтан шығаруына. Қазір жаңағы осы сұхбаттың өзінде баланың тәрбиесі бізге қоғам өте үлкен рөл атқарады. Біздің болашақ жастар сол ұрпақ. Ал ұрпақ ертең батысқа қарап, басқа Еуропаға қарап олып тұрса, онда біздің қазақтың даласын кім қорғайды? Иә, өзімді өзім танымасам дейді ғой. 22 жылы Париж қаласына бардым жаңағыдай. Сол кезде Лувр деген жаңағы атақты музейге бардым. Адамдармен сөйлестім. Сол кезде айтады, біздің менталитетте жаңағы адам пенсияға шыққан кезде жаңа әке шешеміз дейді, бірден қарттар үйіне өткіземіз дейді. 100% дейді. 100. Сонда таң қалдым жаңағыдай. Бізде қарты бар үйдің қазынасы бар деген мақал бар ғой. Сондай түсінік, ұғым сол ата-бабаларымыздың, әулиелердің біздің қанымызға сіңіріп кетті ғой жаңағыдай. Қарты бар үйдің қазынасы бар деп бір ауыз сөзбен тәлім тәрбие беріп кетті. Бір мақал сонда. Не мысалға? И сол нәрсе қалай әсер етіп тұр? Мысалға ақсақал болса, аналарымыз болса, әжелеріміз болса, біз наоборот қуанамыз ғой жаңағыдай. Сол кісі аман болсын, сол кісінің батасын алайық, ризашылығын алайық деген сияқты. Енді қазіргі жастарымыз керісінше сол жаңа айтып өтті ғой, қасиетті орындар Қазақстанда өте көп. Қасиетті орындар, қасиетті жерлер, әулиелер жатыр, қаншама хандар, билер, барлығы тарихын ақтарсақ, бүкіл нәрсесін тәлім тәрбиенің бәрі сол жерде жатыр. Ал Европада ол нәрсе болмағаннан кейін жаңағы ойдан құрастырып, қолдан жасап, неше түрлі заттармен қызықтырып отыр. Соған бүкіл адам баласы соған жаңағы туризммен барып, соны аузын толтырып айтады. Айтқанда дым жоқ бұл жерде. Ол бүкіл нәрсені аралау керек, дүниенің барлығын. Аралағанда мақсат, не нәрсе? Көзің ашық болады оны. Сен көзің ашылады, не нәрсеге ашылады? Жақсылыққа, жамандыққа. Сен көресің мына қазақтың қадірін, мына көресің қазақтың жаңағы қасиетті орындардың көп екендігін. Элементарный жаңағы қарты бар үйдің қазынасы бар деген мақалды түсінесің. Мысалы, мен өз басым солай түсініп келдім. Сонда автоматически, мысалға бала туылса, бізден ойбай немерем, шөберем деп жаңағы сүйеді ғой, жаңағыдай алақанына ұстайды. Әке-шешесі, әжесі мен атасы болса, бір жаңағы артында поддержкасы болып сезініп өседі бала деген. Сосын жаңа тәлім тәрбиесін, ақылын айтып отырады. Ол жақта өзің тудың ба, өзің бақ деп айтады дейді. Мен кәдімгі жаңағы Париж қаласындағы француз бір кісімен сөйлескен кезде солай деп айтты. Сіздерге таңғалам деді. Сіздердің менталитеттеріңіз басқа дейді. Мына соның себебінен біздің жаңағыда ақындап ұлт бәрі жойылып келе жатыр еді. Франция елі болғанмен де, бірақ халқы деген азайып бара жатыр еді. Жастар жоқ, тек қана уже қартайып барады. 50 жылдан кейін уже жоғалып кетеміз дейді. Сондай қауіпті, қорқынышта тұрмыз дейді. Сіздер керісінше ғой дейді жаңағыдай. Жаңағы бала шағаны да көбейтіп жатсыздар. Одан кейін сіздер жаңағы өзі Қазақстанда бір жылдай ма, 2 жылдай тұрған кісі ғой. Сол кісінің әңгімесі. Енді көрген ғой мынаны менталитет. Мысалы, көрші мемлекеттерде кеп таңғалады ғой. Бұл жаңағы автобусты кетіп барсаң, үлкенге орын береді, бүйтеді, жаңағы кіргізеді. Қалай ол сіздерде ол? Ол бізге ол таңғалатын зат емес, ол автоматически біздің қанымызда болғаннан кейін ол генофонд іште қанда бар. Сол нәрсені автоматически жасайсың. Оған еңбек қылған кім? Аталарымыз. Ол әулие бабаларымыз. Ол біз өз-өзімізден болған жоқпыз. Мысалға, аспаннан құлап. Сол кісілердің еңбегі ғой. Біздің қазіргі нормальный болып жүргеніміз. Ал енді бірақ бізде де қауіп бар. Өйткені қаншама вирустар кіріп бара жатыр. Осы құндылықтарды бізге дер кезінде қолға алмасақ, бізде де сондай қауіп бар. Сол себептен әулиеге зират жасату, тарихын түсіндіру деген нәрсеге мән беру керекпіз, міндетті түрде. Әйтпесе ұлт жоғалайын деп бара жатыр қазір. Керек болса, біз мысалы Райымбек атамызға 7 жыл болды күресіп келе жатқанымызға,
музей салдыруға отложение болып қайта жаңағыдай жылдан жылға қала берді. Биыл ғана басталды, Аллаға шүкір. Сол Райымбек атамыздың музейін 800 квадрат музей салынып жатыр қазір. Келесі жылы ашылады, Құдай қаласа. Сондағы мақсатымыз сол ішіндегі тәлім тәрбие беру. Әр қасиетті орынға сондай музей салынса жанына, ол бала мысалға Кореяда болсын, Европада болсын, мектептің программасын сол музейде өткізеткен. Сондағы сол жаны жоқ заттардың өзін идеология шығарып, балалардың жаңағы бір неге сарынға салып, жаңағыдай тәрбиелеп, сондаймен айналысып жатыр. Біз шашылып жатқан байлығымызды жиыстыра алмай отырмыз. Сол кезде әр қасиетті орынға музей салынса, сол кісінің жаңағы еңбектерін түсіндіріп айтылса, көрсетілсе, жаңағы кино, мультфильм шығарылса, онда әйтеуір бір шанс барды сақтап қалуға. Қайсар бауырымыз енді жақсы айтып отыр ғой. Енді былай қарап отырсаңыздар, иблистің өзі сол білімділігімен жаннаттан қуылды ғой. Соны тәкаппар болып, содан мысалға. Ал бізде қазір көп нәрсені мына матери жаққа білімге оқытып жатыр. Гарвардта оқытады, Кембриджде оқытады. Ойбай, балам бітірген дейді. Мысалға, анада бір видео көріп қалдым. Сонда бір әпкеміз жылап отыр. Мен балам Гарвардты бітірді дейді. Білімді енді. Сөйтіп, әкем қайтыс болды дейді. Әкем қайтыс болғаннан кейін жаназа оқылды. Жаназада баламның құлағында наушник билеп тұр дейді. Наушник тағып алған құлағына, капюшонын жауып алғанда, ар жағында музыка шығып тұр, билеп тұр дейді. Әкесі кетіп бара жатқан кезде. Әкесі өзінің атасы кетіп бара жатыр. Соңғы сапарға шығаратын адам наушник. Бұл жерде мен сол жерде өкіндім дейді ғой. Баламды сондай оқу бергеніме қатты өкіндім дейді. Мен негізгі нәрсе сол адамшылық, адами қасиетті, сол нәрсе балама үйретпеппін ғой деп сол жерде өкініп отырды ана кісі. Ал бізде мысалы қарап отырсаңыз, мына әулиелердің еңбегіне сол жастайынан соны баулайтын болса, ол әулиелердің еңбектерінде жаңағы айтқан сияқты жан бар. Сөйтіп міне біздің қазақтың зиялыларының бәрі көбісі неден бірінші медреседен бастаған ғой, сөйтіп. Медреседе оқытқан, сөйтіп барып арғатай жаңағы басқа өмірге былайша айтқанда қадам басқан. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі бар. 4 түрлі ілім бар дейді жаңағыдай. Ол ілім дейді, бірінші ақайт дейді, екінші ақылақ дейді, үшіншісі фиқ дейді, төртіншісі муамилат дейді. Бірінші ақайт деген ол Құдайды тану ілімі дейді. Құдайды қандай екенін көру, білу, есту, Құдай не істейді, Құдайдың махаббаты қандай, сол ілімді үйрету дейді. Ең бірінші дейді. Екіншісі ақылақ дейді. Ол мінез құлық дейді. Ол мінез құлықты жаңағыдай үйрету керек дейді. Қайтсе ұят болады, жаман болады, обал болады, сауап болады деген осы 4 қағиданы формулаға сыйғызып кеткен ата бабаларымыз. Одан кейін фиқ дейді. Ол фиқ деген шариғаттың әдеп ережесі жаңағыдай. Сосын барып муамилат дейді. Ол күн көру, дүние табу, басқа нәрсені істеу дейді. Соңғы дейді. Жаңағы ол өзінің, көрдіңіз бе, өзінің тәртібі бар. Реті бар. Неге? Мысалға қазір соның барлығына үшеуінен аттап, бірінші муамилатты үйретіп кеткенбіз. Муамилат деген жаңағы дүние табу, ақша табу, өмір сүру, азығын табу. Керек емес. Мына ең бірінші сол жаңағы ақайт Құдай тануды үйретсең, одан кейін жаңағы ақылақ мінез құлқын түзесең, сосын шариғатты үйретсең, муамилат ол автоматически ол адам баласы дүниеге келгеннен кейін. Потому что материальный это результат менің оқытуым бойынша. Сол автоматически ол нәрсені меңгеріп алады. Бірақ мына фундамент жоқ қазір. Содан кейін, мысалы, Гарвардта оқысын, басқа шетелде мейлі жаңағыдай 100 диплом алсын. Бірақ мына ақайт, ақылақ деген нәрсені мән берілмесе, ол былай айтқанда жансыз болады. Жансыз. Мысалға, адамның жаны шығып кеткен кезде, адам мысалға шірейді ғой. Мысалға, адам баласы жаңағы жаны шыққан кезде адам көпке тұрмайды, бұзылады. Дәл сол сияқты сыртқы формасы бар да, адам баласы. Іште бұзылған. Бірақ іші пустой. Іші бұзылған. Мына бүкіл мұсылман мемлекеттердің барлығы көбісі жаңағы діннің мақсаты
исламның мақсаты, оның жаны бар, формасы бар деп айтылды ғой алдында. Ол жаны деген нәрсе не нәрсе? Ол Құдай тану, жаңағы ақылақ, мінез құлық. Осы нәрсені толтырғаннан кейін барып, жаңағы басқа нәрсеге жұмыс жасаса, онда результатын береді. Ал егер мынандан аттап, жаңағы тек қана ақша табумен азық табудың айналысса, ол былай айтқанда құлдырайды. Сол себептен де Европаның барлығы басқа мемлекеттер құлдырап отыр. Қазақстанда сондай қауіпте тұрмыз. Болашақ жоқ оларда. Иә. Сол себептен осы заттарға қатты мән беру керек. Көрдіңіз, барлығын үйретіп айтып тастап кеткен, бірақ соны көрмейміз. Ол жатыр бүкіл ілімі. Иә, бала шағамызға құндылықтарды үйрету мақсатында көптеген нәрселер, жаңа қазақтың мақал мәтелдері, жырдастандар, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, эпостар, Абай атамыздың қара сөздері мысалы, соны балаға жай үйрететін болса, ол тәрбиелік мәні содан басталады. Элементарный мысалға айтады ғой, Құдайды сүю дейді. Екі түрлі ғой. Сосын Құдайдан қорқу деген нәрсе бар. Құдайды сүю ол түсінікті нәрсе жаңағыдай. Ол сүю үшін не істеу керек? Оны бірінші тану керексің. Құдайды тану жаңағы бірінші тұрған нәрсе ғой, жаңағы Құдайды тану. Адам Құдайды тану үшін өзін тану керексің. Өйткені жаңағы рух деген зат ішімізде тұр. Адамның дін деген нәрсе ішкі бүкіл процесті зерттейтін ғылым. Өзіңді тану. Осы затпен айналыссаң, сен Құдайды танисың. Құдайды танығаннан кейін сен соны әр ісін көргеннен кейін сен сүйесің. Ал қорқу деген не нәрсе? Ол жаңағы ойбай бүйтеді, қырады, жояды деген әңгіме емес. Әуелдер неден қорыққан? Құдайды ренжітіп алам ба деп қорыққан. Мысалға көңілін қалдырам ба деп. Көңілін қалдырам ба деп. Сол нәрседен қорыққан. Мысалға бір қызға ғашық болсаң, немесе жаңағы әйел адам бір жігітке ғашық болса, сен қалай жаңағыдай көңілінен шығуға тырысасың? Сосын сен қалай қорқасың, ол ренжіп қалмасын деп. Құдай деген зат ол ұлық зат қой. Дәл сол сияқты сол заттарды бала кезден бастап, тәлім тәрбие деген осы. Бала кезден бастап Құдайды танытуды үйреткен. Әулиелердің барлығы сомен айналысқан. Жаңағы Құдайды танытумен айналысқан. Ол Құдай деген былай, сен жомарт болсаң, Құдай саған 100 есе қылып береді. Сен маған берші жаңағы ойыншығыңды маған берші, саған Құдай үйіп төгіп береді деп тәрбиелеген мысалға. Соның барлығы қазақтың даласындағы әулиелердің еңбегінде жаңағы жырларда, ертегілерде, хикаяларда жаңағы сияқты мысалдардан бәрінде жатыр. Осы затты бәріміз бабалар сөзі деген кітап бар, 100 томдық. Сол кітапты Мәшһүр Жүсіп атамыздың 20 томдық кітабы бар. Сосын жаңағы Шәкәрім атамыздың кітабы бар, Абай атамыздың қара сөздері бар мысалға. Абай атамыздың 7-ші қара сөзінде айтқан, адам екі түрлі болып туылады дейді, бала дейді. Біреуі көрсем, білсем, естісем деп туылады дейді. Біреуі ішсем, жесем деп туылады дейді. Арам тамақтар дейді. Көрсем, білсем деген нәрсе ол рухтың требованиесі, жаңағы рухани иммунитет. Ол жаңағы оған рухани требованиесқа кім әсер етеді? Әрине оның әке-шешесі. Жаңа айтты ғой, кешіккен екесің деп, жаңағыдай 9 ай 9 кезім кешіктің, оның алдында 1 жыл кешіктің деген. Сонда адам бала жастамастан бұрын өзімен айналысса, жаңағыдай, сол кезде жаңағы көрсем, білсем, естісем деген иммунитет пайда болады. Тек қана ол нәрсеге мән бермей, жаңағыдай тек қана қызық көріп, ішсем, жесем деп сөйтіп ешқандай мән берілмей жүре берсе, мысалға бала біткен кезде оның алдында да, сосын ол балада сол ішсем, жесеммен жаңағы туылады. Туылады, сонымен бітеді. Бітеді, мысалға мынандай нәрсе бар ғой, 5 нәрсеге жасырылған деген нәрсе бар. Соның ішінде мына қарттарды, мына Хызыр алейхиссаламды қарттардың ішінен жасырған дейді. Неге? Себебі бізде мына қарттарды сыйлау деген мектепте тағы бар, үлкен адамды. Енді мысалға бағана айтып кеттік қой. Мысалы қарапайым бір автобусқа кіресің, сөйтіп жаңағы қарттарға келсе орын бересің. Сосын тағы бір Дагестанда бір видео көріп қалдым тағы да. Ақсақал бір кафе ма, бір заведениеге бір неге кірсе, бүкіл жастар орнынан тұрды. Мысалы, қандай тәрбие? Ол біздің қазақта ол болған нәрсе ғой, оның бәрі. Қартты сыйлау,
мысалы құдай сақтасын, кеше мына Шардара жақтан видеоны көрдіңіздер, әкесін сабап жатыр, құдай сақтасын. Біздің кәдімгі қазір төмен түсіп кеткеніміз міне осыдан белгілі болады. Ал мысалы қарап отырсаңыздар, біз қандай бағыт бағдарда кетіп бара жатырмыз. Мысалы біздің ұлы батырларымыз бар, ұлы хандарымыз бар, мықты. Сол батырларымызды басқа елдер жаңағы иемденіп кетіп жатыр. Солар туралы кино түсіреді, сол әулиелер туралы фильмдер түсіріп жатыр. Ал неге біздің сол нәрседен аспай қалдық? Қазір кинотеатрға барсаңыз тек қана комедия көрсетеді. Келін мен ененің шаруасы. Ол былайша айтқанда Қазан-ошақтың. ұрпақты арғатай ұйықтату, ол ұрпақты арғатай оятпау. Болды, бәрі жақсы деп кино түсіреді, барып күліп қайтады, одан ешқандай рухани тәлім тәрбие жоқ. Мысалға, енді алдында жаңағы Амеңгерлік деген кино көрдік. Соны арнайы бар, көрдім, қалай екен, қалай кім түсірген екен. Барса, ана Амеңгерлік деген киноны құдай сақтасын, ол Амеңгерлік емес ол жерде. Амеңгерлік деген қандай болған? Мысалы, ол қазақтың өзінің несінде болды ғой, мысалға. Күйеуі дүниеден өтіп кетсе, өзінің несі бар, мағынасы бар, өзінің жолы бар. Ана жерде бір кинода қарасаңыздар, бір қайғы қасірет. Бір ұрпағына бір таңба болатын сияқты. Мысалы, не үшін? Трагедия қылып түсіргенде, мысалы, не үшін? Ол жаңағы адастыру үшін. Мына ұрпағы, сол үйдің ұрпағы. Барып ертең нағашыларының көзіне жәутеңдемесін. Ол сол үйдің ұрпағы. Ол нағашылардың үйіне барып көздері жәутеңдеп отырмасын. Ертең ана жақта мысалға неше түрлі адамдар оған бетіне басады, сол нәрсені. Сөйтіп қазақ ойлап, ұрпағы өзінің жаңағы елінде қалсын, әулетінде қалсын деп сөйтіп әр нәрсенің өзінің жөні бар ғой, өзінің несі түп негізі бар ғой. Сол сияқты мына оның бәрі жоғалған, осының бәрін. Біздің тарихымызға мысалға кино түсіретін болса, мысалға Американы қарасаңыздар, бүкіл әлемді құтқаратын бір ел сияқты. Сөйтіп кино түсіреді. Бүкіл кинолары сондай. Ал мысалы Ресейге қарасаңыздар, олар тұрады, олар әділетті. Бәрін әділетпен шешеді. Ал біз қазақ қандай кино түсіруіміз керек? Ұрпаққа қалай біз насихаттаймыз? Мысалы қазір неше түрлі әншілері бар, блогерлар бар, қандаймын сахнада тұрып алады, біз сіздердің балаларыңызды тәрбиелемейміз деп айтып қояды. Қалай тәрбиелемейсің? Сен ол бала көріп тұр, бүкіл қылығыңды. Сенің копировать етеді сол бала. Еліктейді соған. Міне негізгі нәрсе, экранда мысалы бала шағаны тәрбиелейді. Тағы бір сұхбат туай деп отыр да. Айта берсеңіздер көп болады. Енді бүгінгі тағы бір жақсы сұхбаттың тақырыбы ашылған сияқты, келесі жол тағы бір келетін сияқтысыздар. Енді ол сұхбат бітпейді ғой. Өйткені мәселелер көп туылған, қазір басты проблема болып тұрған өзімізде елде. Сондықтан енді бүгінгі қаншама әр адам тыңдаған осыны алған шығар, өз ойларына бір түйгені бар шығар. Көп айтылды, көп нәрсе ашылды, енді ой салатындай көп дүние айттыңыздар, көптен көп рахмет. Үйренер көп әлі. Әулие жерге бару керек, мен өзім де соған екі қолымды жоғары көтеремді. Әулиені аралап бару керек, шаршамау керек. Ой, бардым ғой мен ана жолы, сол жетеді ғой деп демей бір жарты жылда бір рет, 3 айда бір рет барып балаларға көрсетіп жүру керек. Шаршамаңыздар. Көп рахмет сіздерге, бүгінгі сұхбаттарыңызға, бүгінгі әңгімелеріңізге көп рахмет, келгендеріңізге көп рахмет. Өздеріңіздің енді сұрақтарыңыз бар болса, ар жақта тыңдармандарға бір-екі ауыз тілеп жіберсеңіздер жақсы болар еді. Менің көрермендеріме, жаңадан қосылып жатқан көрермендеріме бір-екі ауыз сөз сөздеріңіз. Енді жалпы мына тәрбиелік мәні бар сұхбат болды деп ойлаймын. Осыдан енді өзіміздің бар нәрсемізді қадірлей білейік. Ата бабаларымыздың, оның ішінде әулиелердің, би батырларымыздың еңбегін арғытай дәріптемесек, ертең ата бабаларымыздың алдында да ол бізге сын болады.
жақсы әкенің азығы жаман балаға 40 жыл азық дейді. Міне біздің бабаларымыздың еңбегін арғатай, оның ішінде бала тәрбиесі бар, оның ішінде адамның өзінің жеке мәселе тәрбиелері бар. Міне соны қамтып, соған көңіл аудармасақ, міне бала шағамыз мысалға неше түрлі мәдениеттің артында, неше түрлі діннің артында, неше түрлі проблемаларды өзінің басына, өзінің өміріне былайша айтқанда сіңіріп жатыр. Міне сол себепті осындай сұхбаттар көп болсын деп айтқым келеді. Рахмет, иә. Иә, рахмет. Көптеген әңгімелер айтылды. Енді түйетіндер ойлар болса, түйіп осы нәрсеге әрекет жасауға бәрімізге Алла жазсын. Әмин. Қазақта сөз бар ғой, өзің би бол дейді. Болмаса, өзің би болмасаң, би түсетін үй бол дейді. Өзің айналыса алмасаң, дұрыс қой, енді мысалға бұрынғыдай память жоқ дейді, бұрынғыдай жаңа уақытымыз өтіп кеткен дейді. Негізі уақыт ешқашан өтпеген жаңағыдай, кешікпейсің жаңағыдай. Ештен кеш жақсы. Ештен кеш жақсы дейді. Қазірден бастап жаңағы өзің айта алмасаң да сол айтатын адамдарды үйіңе қонаққа шақыр. Қонаққа шақырсаң, сол арқылы жаңағыдай адам информация жаңағыдай естиді. Бір нәрсе түсінсе де болды, жетіп жатыр соған. Бір зат кішкентай нәрсе түсінсе, мысалы сіздерді бүгін шақырдым ғой сол үшін. Иә, осы сұхбаттан бір зат бәрін түсінбей қойсын жаңағыдай. Бір зат түсінгеннің өзі қаншама пайдасы бар. Сол себептен өзің әрекет жасау керекпіз, өзіміз бала тәрбиесі. Ол өте өзекті, өте проблемный тақырып негізі бала тәрбиесі деген. Өйткені ол бейжай қарайтын зат емес. Жаңағы айтып өттік қой, тек спонсор болмау керекпіз балаға. Иә, сол біз жаңағы 4 пайғамбарымыз саллаллаху айтып өткендей, ақайт, ақлақ, фиқ, муамилат дейді жаңағыдай. Құдай танумен, мінез құлқымен айналысу ең басты нәрсе сол. Сосын барып екі нәрсеге мән берілсе болады. Қазір мысалға керісінше болып кетті ғой барлығы. Бірінші дүние табумен, одан кейін барып ол бәрібір іске аспайды. Оның тәртібі бар. Сол тәртібіне берекесі жоқ қой оның. Иә, тәртібіне қатты мән беру керек. Өмір көрсетті, оның берекесі жоқ. Сол себептен баршамызға Құдай тағала осындай түсінік берсін. Әулиені қадірлеу, аталарымыздың қадірін түсіну деген түсінік нәсіп болсын. Түсінік деген нәрсе ол өте Құдайдың берген фазылы, Құдайдың бергендігі ол. Мына түсінік деген нәрсе ол алтын маржан тастар. Адам несімен дәрежесі үлкен болады? Ой түсінігімен дәрежесі үлкен болады. Ой түсінігі биік болса, адамның түсінігі сонысымен қалады. Мысалға ата-бабаларымыз, жаңағы Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Мәшһүр атамыз, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, Райымбек бабамыз сол ой түсінігінің ең жоғарғы пигіне жеткен адамдар. И сол түсінікті Құдайдан тілеу керекпіз. Түсінігімді аш, жаңағыдай көзімізді аш деп жаңағыдай Құдайдан сұрау керекпіз. Сол кезде бір жаңағыдай пайдасын тигізеді. Құдай жәрдем берсін. Енді не дейді аталарымыз, мен кетермен сөз қалар, ақ қағазға басылып, бозбалалар қолға алып әр ауылға шашылып дейді ғой аталарымыз. Бұл енді бүгінгі сұхбатыңызға рахмет, арнайы шақырғаныңызға Алла разы болсын. Сіздің де енді инедей пайдасы тисе ел халыққа деген шырылдап жүрген жансыз. Ақ қағазға басылып деген осындай қазіргі заманауи жаңағы осындай формат болып тұр ғой. Формат болып тұр ғой. Сол әр ертең сіздің YouTube каналыңыздан көрген қазақтың даласында өмір сүрген біздің қазақ елі болсын, қандай ұлт болсын, шетелде жүрген қазақ болса да осыны көрген болса, осыдан жаңағы айтқан бауырлар сияқты бір түйіні оған пайдасы тиіп жатса, өмірлік мақсатына жұмсалып жатса, онда біз қуанатын жағдай. Сол себептен Құдай Тағала елді аман, жұртты тыныш қылсын. Бабаларымыз жаңа жылаған ғой, соқырдың тілеген екі көзі деп. Сол сияқты нәрсе біздің тілегеніміз елдің жердің тыныштығы. Ел аман болса, бұндай сұхбаттың әлі көп болатынына сенімдіміз. Сондықтан Құдай Тағала баршамызға жақсылықты нәсіп қылсын, ел аман болсын. Рахмет сізге. Көп рахмет сіздерге. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде қараңыздар, жіберіңіздер, үлгі ретінде, насихат ретінде. Енді келесі кездескенше бәріміз аман да болайық, еліміз аман болсын.